Сәлем команда. Қазір менің есімім Кенжегүл. Қазір сендерге заказ қалай жасау керек екендігін көрсетейін. Міне, жеке кабинетке кіреміз. Екі жолмен жасауға болады. Бірінші жолы жеке кабинетке кіріп, каталогқа кіреміз. Так, өзімізге қажетті заттарды көріп, мысалы, мынау наборды алғым келеді. Купить продукты дегенге бассам, мне набор, сосын в корзину деп саламын. Закрыть деп басамын. Қайтадан каталогты ары қарай қараймын. Так, мысалы, маған керек так. Мысалы, лактар керек, я. Так. Қандай цветтер? Мысалы, мынау в корзину. Салып қоямыз. Тағы да закрыть дейміз. Міне осылай таңдаймыз. Екінші түрі пример каталогты, основной каталогты, wellnessты қарап шығып, өзіңізге қажет заттардың кодтарын жазып аласыздар. Сосын мына жерде быстрый заказ деген бар, соған кіреміз. Мына жерде код продукты жазамыз и количество продукттар. Қанша керек, сонша жазасыз. Код жазып болғаннан кейін, сосын бізде платный каталогтар бар. Содан отказ жасау үшін өзінің кодтары бар. Соны спонсордан сұрап алыңыздар. Мысалы, мен платный каталогтан отказ жасаймын. Осылай барлық кодтарды жазып қоямын. Так. Бәрін жазып болғаннан кейін в корзину деп саламда. Енді корзинаға кіреміз. Мында продукция скидкасыз тұр. Енді продолжить дегенге басамыз. Так, міне продукция. Енді мына жерде айтып кетейін. Егер де сізге wellness продукциясы қажет болса, подпискамен алатын болсаңыз, онда кодын термейсіз. Раздел для консультантов, заказы дегенге кіріп, подписки wellness дегенге кіреміз. Подписка жасап, сосын корзинаға саламыз. Мына жерде оформить дегенге бассақ, астына түсіп, подписка қандай заттарға жасауға болады. Коктейль, омега-3, мультивитамины, минералы балаларға арналған, суп, wellness pack, протеиновый комплекс. Мысалы, маған wellness pack керек. Галочка қоямда, сохранить дегенге басамын. Сосын корзинаға кіреміз. Бұл жерде wellness продукциясы көрсетілмейді. Продолжить деп басқанда wellness продукциясы өзі автоматты түрде қосылады. Міне қараңыздар. Міне автоматты түрде қосылды. Детский витаминге де подписка болғам, автоматты түрде қосылды. Міне барлық продукциялар бұл жерде уже 20% скидкамен көрсетілген. Енді мына жерде интернет предложение деген бар, распродажалар. Бұған бассаңыз, міне 70% жеңілдікпен тұрған заттар бар, просмотреть деп басасыз. Бұл жерден де зат алуға болады жақсы скидкамен. Бұлай мысалы қарайсыз. Так, мысалы, мынау маған шампунь керек, я мына жерде 1 деп жазам, 2 деп жазам. Қанша керек, сон количествосын жазасыз міне. Сосын ары қарай, мысалы, ары қарай қарайсыз. Не керек? Так, мысалы, мынау подставка керек, 1 деп жазам. Сосын добавить заказ дегенге басасыз. Міне көрдіңіз ба, заказда ол енді қосылды. Сосын тағы не бар? 150 балл, екі каталог қатарынан 150 балл жасасаңыз, онда үшінші каталогтан бастап бір затты
50% жеңілдікпен ала аласыз. Міне, мына жерде шығады. Поздравляем, разместили заказ, получайте 50% скидка. Осыған бассаңыз, мына жерге кодын жазасыз, добавить заказ дейсіз. Скидкасыз тұрған бір затты. Енді менде мысалы медальдар жиналды, 21 медаль бар. Енді оны қалай саламыз? Міне, көрдіңіз ба, заказдың үстіңде тұр. Так, мысалы мынаған гель керек, бір штук деп көрсетем. 2 штук болса тағы да басып, міне 2 штук қосылды. Ары қарай мысалы қараймыз да. Мысалы крем 1 штук деп қоям. Не, сосын добавить в заказ деп саламын. Енді тексереміз. Так, витаминдер қосылды, продукциям қосылды, распродажалар қосылды, міне медальдар қосылды. Көрдіңіз ба? Так, мне отказ. Так, добавленные продукты, пакет. Бір каталог 27 теңгеден қосылады. Міне, егер бірдеме өзгерткіңіз келсе, онда изменить заказ деп басып, тағы да продукцияны қосуға болады. Так. Қосуға болады. Так, енді бәрін тексеріп болғаннан кейін, ең астына түсіп, доставканы таңдаймыз. Мына жерде сервисный пункт обслуживания СПО деген, мысалы, қалада тұрсаңыз, онда СПО-ны таңдауға болады. СПО таңдаймыз. Мына жерде выберите город дегенде қалалар болады. Көрдіңіз ба, мысалы, Астана деп таңдасам, сіздің қалаңызда қандай СПО-лар бар, мына жерде шығады. Енді өзіңізге жақын СПО-ны таңдап аласыз. Әр қайсына басып, адресті көріп аламыз. Міне, астыңғы жақта адрес, номер телефона бәрі жазылып тұрады. Сосын осылай қарап шығып, қандай сізге СПО жақын, соны таңдап аласыз. Енді сосын постаматы деген бар. Постаматы деген, міне, Алматы, Астана, Боралдай, Қаскелен, Өтеген барда, Талғар деген жерлерде бар. Так, оны спонсордан сұрап аласыз. Сосын, егер ауылды жерде тұрсаңыз, курьерская доставка деген бар. Соны таңдайсыз. Курьерская доставка деп таңдап, мына жерден Қазпочта доставка по Казахстану деген, бұл предоплатамен жасалынатын заказ. Предоплата жасап, толық сумманы, сосын осыны таңдайсыз. Наложенный платеж деген бар, заказ келгенде төлеп алып кетеді. Міне, оны область бойынша таңдайсыз. Мысалы, Семейде тұрсаңыз, Қазпочта наложенный платеж ВКО деп таңдайсыз. Қай облыста тұрасыз, сол облысты таңдайсыз. Так, енді мына жерде адресіңіз шығады. Так, барлығы. Сосын курьерская доставка, бізде еще доставка на дом бар. Астана, Алматы, так, Астана, Алматы, Шымкентте доставка на дом деген бар. Егер заказ 150 бонус балл немесе одан жоғары болса, доставка на дом тегін келеді. Егер 150 баллдан аз болса, онда курьерская шамамен 680 теңгеден қосылады. Не, барлығы дұрыс болса, астында стоимость доставки қосылады. Соны бәрін тексеріп, мына жерде қанша сумма заказа, қанша бонус балл барлығы көрсетілген. Барлығы дұрыс болса, онда завершить оформление заказа дегенге басасыз. Завершить оформление заказа басқаннан кейін уже заказды сіз өзгерте алмайсыз.